Бидайға толы қамбасындай боп күздің, жаз етіп мен күздің өзін өткіздім. Шаттығымды қазақ тілін қанат қып, төрт бұрышты дүниеге жеткіздім. Сол тілменен дүниені атадым, таптым бүкіл тіршіліктің атауын. Жатты онда уыз сүті ананың, жатты онда аманаты атаның. Я, ата-бабадан келе жатқан құнды аманат, ана тілімізбен әдеби мұрамызды келер ұрпаққа жеткізуге үлес қосатын бірден бір жан, ол қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері. Өз пәнін үйретіп қана қоймай, ұлттық дәстүрді дәріптеп, туған жерге деген сүйіспеншілікті арттырып, оқушы бойындағы адами қасиеттерді жарыққа шығаруға зор ықпал ететін ұстаздар да осы жандар деп айтсақ артық айтқандық емес. Олай болса, сол пән мұғалімдерінің еңбек жолынан сыр шертіп көрелік. Әліби Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 60 жылдық мерейтойына орай осы уақыт аралығында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс берген мұғалімдердің еңбек жолын тарихи жылнама ретінде ұсынсақ, 1961 жылы мектеп ашылған сәттен пән мұғалімі болып қызмет еткен Дүйісова Зина Жұмабекқызы болатын. Алғашқы жылдары қай нәрсенің де өзіндік қиыншылықтары болатыны рас. Дегенмен оқулық, көрнекі құралдардың жетіспеушілігіне қарамастан, қолын қалам етіп, қарапайым қылқаламмен плакат сызып, талай мазмұнды сабақтармен шәкірттерге терең білім бергенді. Біліммен қаруланған, ой өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған тұлғалардың тәрбиеленіп шығуына әрі сынып жетекші, әрі пән мұғалімі ретінде Зина апай зор үлес қосты. Шәкірттері бүгінде депутат, халық қалаулылары, түрлі саланың мамандары. 1976 жылға дейін мектепте еңбек етіп, 15 жыл қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс берді. Кейін бірінші қазақ орта мектебіне ауысып, ұзақ жыл еңбек етті. Қазір зейнеткер ұстаз Ақтөбе қаласында тұрады. Жұмағалиева Қойжан Сесенғали қызы да мектептің іргетасы қаланған жылдан бастап қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ берді. Оқушыларды шағын мектепте үлкен армандарға жетелей білген ұстаз, оларды өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып ұшыра білді. Әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, сырласып, мерекелік шаралар ұйымдастырып, көңілді кезеңдерін бірге бөлісіп, барлық қызықты шақтарды балалармен бірге өткізді. Әр сабағын үлкен абыройлы іс деп бағамдайтын жауапкершілігі, тынымсыз ізденімпаздығы мектептегі білім сапасының артуына ықпал етті. Білім ордасында 1961 жылдан 1979 жылға дейін 18 жыл еңбек етіп, кейін Ақтоғай Дамбар орта мектептерінде ұстаздық еткен Қойжан апай Ақтөбе қаласындағы Асыл әжелер халықтық ән ансамблінің мүшесі болып, қоғамдық іс-шаралардың бел ортасында жүрді. 2021 жылы өмірден өтті. Істілеуова Жанбөпе Істілеуқызы мектепте 1965-1976 жылдар аралығында қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып еңбек етті. 10 жылдан астам уақытта әр сабағына жете дайындалып, балаларға білім беріп қана қоймай, тәлім тәрбие беруді, өмірге икемдеуді, адамдыққа баулып, адамгершілік қасиеттерін арттыруды көздеген ұстаз өз мақсатына жетті. Ашық сабақтары әдістемелік бұрышқа ұсынылып, жоғары сатыдағы оқытушы атануы, баспасөз бетінде ата-аналардың алғысына бөленуі, 6-шы облыстық оқытушылар съезіне делегат ретінде шақырту алуы оқушылармен атқарған шығармашылық жұмыстарының нәтижесі деп білеміз. Кейін Шұбарқұдықтағы бірінші орта мектепте мұғалім болып, балабақша меңгерушісі қызметін атқарып, зейнеткерлікке шықты. Қазір Ақтөбе қаласының тұрғыны.
Құлмұханова Малика Сермағамбетқызы 30 жылдан астам мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ берген, өз мамандығының хас шебері атанған ұстаздардың бірі. 1976 жылдан бастап еңбек еткен жылдары аудандық, облыстық, республикалық олимпиада жүлдегерлерін баулып, ұзақ жылдар қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен аудандық әдіс бірлестігін басқарды. Ана тілінің жанашыры, ақын жанды ұстаз, әртүрлі тақырыптардағы шаралардың сценарийін, арнау өлеңдерді өрнектеп отырды. Әріптестерінің жарқын істерін баспасөз бетінде жариялауы да Малика апайдың шынайы тұлғаны тани алатын, халық баласы үшін еткен еңбекті бағалайтын адал жан екендігінің көрсеткіші бола алады. Туған тілге, қазақтың салт дәстүріне деген құрметі ерекше жанның іс тәжірибесі республика көлемінде таратылып, ұлтжандылық қасиеті барлық шәкірттеріне де дарыған. Тәжірибелі ұстаз 1987 жылы аға мұғалім, 1997 жылы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі төсбелгісімен марапатталды. Ізбасар шәкірттері танымал тіл мамандары атанып, өзімен бір салада еңбек етіп қуанышқа бөледі. 2010 жылы зейнеткерлік демалысқа шықты. Қазір Ақтөбе қаласында тұрады. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған аяулы ана, асыл әже атанып отыр. Көпенов Сүлеймен Үмбетұлы 1976 жылдан бастап мектепте пән мұғалімі әрі тәрбие ісі жөніндегі орынбасар болып қызмет атқарды. Кең пейілді, ер мінезді ұстаз мектеп оқушыларының үлгі тұтар тұлғасына айналды. Қоғамдық, саяси іс-шараның көш басында жүрді. Әдебиеттегі ел қорғаған батырлардың, халықтың қамын ойлаған ақындардың шығармасын шәкірттерге үйрете отырып, еңбек етуге, қоғамға адал қызмет етуге баулыған Сүлеймен ағай шынында да өз заманының батырына айналған жан. Шалқардағы 3-ші орта мектептің директоры, аудандық директорлар кеңесінің төрағасы, кейін облыстық қазақ қоғамының жауапты хатшысы, білім басқармасының коллегия мүшесі болып ұзақ жылдар қызмет етті. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Сүлеймен Үмбетұлы 2021 жылы өмірден өтті. Филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясының иегері Тілеуова Ақмоншақ Сархомқызы 1976-1990 жылдар аралығында Әліби Жангелдин атындағы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып еңбек етті. Өз сөзінде білікті ұстаз былай дейді: менің бүгінгі білікті маман болып қалыптасуыма, кейінгі биіктерді бағындыруыма себепші болған алғашқы еңбек жолымның Бердінжай Еңсепов басқарған мектептен басталып, білгір басшының бойындағы білім, іскерлік сияқты қасиеттерді сіңіре білуімде болар. Жас маман ретінде мектеп басшылығы маған үлкен сенім де артты, қолдап та отырды. Мектепке жұмысқа қабылданғаннан ақ бастауыш комсомол ұйымның секретары, қоғамдық қызметі ұсынылып, жастармен жұмыс жасадым. Бұл менің мектеп өміріне тез араласып, жаңа ортаға бейімделуіме мүмкіндік берді. Көп ұзамай коммунистік партия қатарына қабылдау туралы ұсыныс жасалып, партия мүшесіне өттім. Сол кезең үшін ол бір үлкен белес болатын. Ол еңбек еткен жылдары білім беру саласында оқытудың жаңа әдістері енгізіліп, оны оқу процесіне енгізу мақсатында аудандық оқу бөлімі көшпелі семинарлар ұйымдастыратын. Сондай семинарларда басқа мектептерге барып жаңа әдіспен сабақ беріп тәжірибе алмасты. 1981-82 оқу жылында мектеп жалпы білім беретін орта мектеп болып қайта құрылды. Сол жылдары аудан көлемінде кезекті мектеп реформаларына байланысты тәжірибе алмасу бағытында Махмудовтың проблемалық оқыту әдісі бойынша сабақ беріп, өз сабағын қазіргі Блум таксономиясымен талдаған ұстаздардың бірі еді. Жаңалыққа жаны ұштар, қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Мектеп бірінші рет толыққанды орта мектеп ретінде өз түлектерін үлкен өмір жолына қанат қақтырғанда, сол алғашқы түлектердің класс жетекшісі болу құрметіне ие болды. 1986 жылы алғаш рет жаңашыл ұстаз
Айтқалиевтің кіріктіре оқыту әдісін насихаттау мақсатында өткізілген бірінші республикалық слетіне қатысып, сол шарадан алған тәлімін өзінің оқу әдістемелік жұмысына пайдаланды. 1990 жылы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогикалық институтының жаңадан ашылған қазақ әдебиеті кафедрасына оқытушы болып қабылданып, кейін филология ғылымдарының кандидаты, ғылыми дәрежесін қорғап, кафедра меңгерушісі, доценті қызметін атқарды. Шетелде, университеттерде ғылыми тағылымдамадан өтті. Қазір Ақтөбе қаласында тұрады. Бірнеше ғылыми еңбек, монографиялық мақала, әдістемелік оқу құралдарының авторы. Сатыбалдина Зияда апай Оралдағы педагогикалық институтты бітірген соң 1983 жылдан бастап Жангелді мектебінде жас шәкірттерге дәріс берді. 1994 жылы Ақтөбе қаласындағы 50-ші мектептің оқу ісі жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарып, сол жерден зейнеткерлікке шықты. Бірнеше облыстық республикалық марапаттар мен сыйақылардың иегері. Темірова Жанат Мұратқызы 1992-93 жылдар аралығында еңбек еткен. Жас маман өзіне тәлімгер болған Сүлеймен ағайды құрметпен еске алады. Кейін отбасылық жағдайына байланысты басқа мектепке ауысып еңбек етті. Оқушыларының да, өзінің де қол жеткізген табыстары көп. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласындағы номері 20-ші мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Тлеубаева Самал Бақытқалиқызы 1994-2015 жылдар аралығында мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болды. Өз ісіне жауапты, ізденімпаз ұстаз, шәкірттерді білім көкжиегіне көтеріп қанат бітірген жан, алтын белгі иегерлері атанған оқушылардың сынып жетекшісі. Мәнерлеп оқу сайыстары, ғылыми жоба конкурстарында топ жарған шәкірттері мектеп рейтингісіне өз үлестерін қосты. Қазіргі таңда Самал Алматы облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласында Ілияс Есенберлин атындағы мектепте өз мамандығы бойынша қызмет атқаруда, бірнеше марапаттардың иегері. Жағапарова Гүлнара Елубайқызы 2000-2008 жылдар аралығында Әлібек Жангелдин атындағы орта мектепте ұстаздық етті. Осы жылдар ішінде шәкірт тәрбиелеудегі тынымсыз еңбегінің арқасында аудандық білім бөлімі, аудан әкімі құрмет грамоталарымен марапатталды. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласында қызмет етеді. Дәулетова Жансәуле Дәулетқызы Әлібек Жангелдин атындағы орта мектепте 2001-2005 жылдар аралығында қызмет етті. Бастауыш сыныпта қазақ тілі мен әдебиеті пәндері топқа бөлініп оқытылуға нұсқау шығып, жас ұстазға екінші топ сеніп тапсырылды. Алғашқы жылдар-ақ оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, биіктерді бағындыра бастады. Оған дәлел мектеп мақтаншы Тлеубаева Қымбат бастауыш сыныптар бойынша аудандық олимпиададан бірінші орын иеленді. Кейін жоғарғы сыныптардың пән мұғалімі сынып жетекшілік міндетін қоса атқарды. Жансәуле Дәулетқызы оқушылармен ынтымақтаса жұмыс жасап, қаламгерлердің шығармашылығына арналып ұйымдастырылған кештері оқушылардың дарынын ашып, қабілетін ұштап, поэзияға бейім, прозаға жаны құмар, кітап оқуға құштар шәкірттері күн артып көбейді. Оқушыларының шығармашылығы аудандық баспасөз бетінде үздіксіз жарияланып тұрды. Мұғалімнің өзі аудандық көркемсөз оқу байқауының бірнеше рет дипломанты атанды. 2006 жылы Ақтөбе қаласындағы номері 19 орта мектебіне қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып жұмысқа ауыстырылып, кейін әдіскер, қазір оқу ісі жөніндегі орынбасар қызметін атқаруда. Енді қазіргі таңда мектепте еңбек етіп жүрген қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері туралы қысқаша баяндасақ, шебер педагог, облыстық білім басқармасы, Қазақстан Республикасы білім министрінің құрмет грамоталарының иегері Төлеуова Сая Дәулетқызы 1988 жылдан бастап еңбек етіп келеді. Алдыңғы толқын ұстаздардың батасына бөленген шығармашыл, ақын жанды, ұлт жанды ұстаз. Тәжірибесі республикаға таратылған 30-ға жуық еңбегі әдіскер мұғалім қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі журналына жарияланды. Қазақ тілі пәні мұғалімдеріне арналған ең алғашқы облыстық миллион теңгелік
сыйақыны иеленген, Түркияға жолдама берілген, облыс әкімі тағайындаған гранттың бірнеше мәрте жүлдегері, республикалық, облыстық жобалардың гран-при иегері, бірнеше конкурстардың жеңімпазын даярлаған ұстаздың біздің ортамызда болуы көңілімізді марқайтады. Шәкірттері жеткен жетістіктерді тауысып айту мүмкін емес. Елбасы қолынан ерлігі үшін медалін иеленген Нұржан Жидехановтың сынып жетекшісі, ізбасар шәкірттері мақтаулы тіл мамандары. Қарашолақ Марита Сибгаттуллақызы 1993 жылдан бері еңбек етіп келеді. Еңбекқор, ізденімпаз, жоғарғы санатты ұстаз. Оқушылары білім додаларында топ жарған, мәнерлеп оқу, мүшәйра конкурстарының жеңімпаздары. Шәкірті республикалық баспасөз форумына шақырту алып, арнайы жүлде иеленген. Өзі де бірнеше марапаттарға ие болған жан. Бегелдинова Жаңылдық Қуанышқызы 1993 жылдан бері пән мұғалімі болып қызмет етеді. Тумысынан ұстаз болып жаратылған ақын жанды сөз шебері. Ең алғашқы ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіші бойынша қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен шәкірті жоғары ұпай алып, алтын белгі иеленді. Қазіргі таңда сол түлек Евразия ұлттық университетінде кафедра меңгерушісі, филология ғылымдарының доценті. Жаңылдықтың сөз өнері, ғылым, эссе жазу, ақындық жолда баулып, жетістікке жеткен бірнеше шәкірттері бар. Өзі де сан салалы конкурстардың жеңімпазы, облыстық білім басқармасының Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің құрмет грамотасымен марапатталды. Елікбаева Жанат Қойшыбайқызы 1999 жылдан бері еңбек етіп келеді. Барлық іске жауапкершілікпен қарайтын ізденімпаз, педагог, зерттеуші. Шәкірттерді сөз өнеріне баулып, конкурс жеңімпаздарын даярлады. Қосымша білім беру мекемелерімен байланысты жүйелі жүргізіп, оқушылардың дүниетанымын кеңейтуге зор үлес қосып отырады. Өзі де, шәкірттері де облыстық, республикалық конкурстардың жүлдегерлері, ізбасар шәкірттері тіл мамандары болып қызмет етуде. Насамбаева Жанар Темірханқызы 2003 жылдан бері қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. Шығармашыл, ақын жанды, педагог, зерттеуші. Оқушыларды шешендікке баулып, журналистік қабілетін ашуға еңбектеніп келеді. Шәкірті халықаралық ғылыми жобада жүлдегер атанды. Сондай-ақ аудандық, облыстық конкурстар мен пәндік олимпиада, эссе байқауларының жеңімпаздары. Сабақтары республикалық баспасөзде жарияланды. Мұғалімнің өзі де кәсіби байқауларда жеңімпаз атанып, мұғалімдерге тағайындалған облыстық гранттың 3 мәрте иегері атанды. Облыстық білім басқармасының құрмет грамотасы және республикалық білім беру орталықтарының алғыс хаттарын иеленді. Қазіргі таңда тіл маманы болып еңбек етіп жүрген ізбасар шәкірттерін мақтан тұтады. Ұлттық құндылықтар мен ана тілінің мәртебесін арттыруда қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің атқарар міндеті зор.